Жастар қуатты Қазақстан үшін осындай атаумен бүгін Оралда республикалық форум өтті. Атырау мен Маңғыстау жастары да телекөпір арқылы тікелей қосылған жастар жиынына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Алға Қазақстан, жасасын Қазақстан деп ұрандатқан жас буын елдің қуатты ертеңіне бек сенімді. Қоғамның қай саласында да олардың қолтаңбасы анық көрінеді қазір. Мемлекеттің басшысы елдің тірегі де ертеңі де жас буын екенін, бүгінгі кешенді істерді ілгері бастайтында жастар екенін айтты. Жас достар, ынтымағы жарасқан елдің ырысы несібесі мол болады деген халқымыздан қалған сөз бар. Дүниеде зауыттар жабылып, ел жұмыссыз болып жатқан кезде біз керісінше жаңа завод фабрика ашып, халыққа жұмыс беріп, жағдайын түзетіп жатырмыз. Ол мемлекетіміздің мықтысының арқасы. Осы өткен 20 жылдың ішінде жинаған қорымыз, мемлекетті орнатқанымыз, экономикамыз түзеткені болып танылады. Сондықтан да біз мәңгілік ел болу деген қазір үлкен мақсатты алдымызға қойдық. Оны біз ойлап тапқанымыз жоқ. Сонау мыңжылдық ата-бабаларымыз айтқан болатын. Қазақстанның ел болу үшін 2050 жылдағы биік белестеріне нұрлы жолменен бірге қадам басайық. Алға жастар, алға Қазақстан!